Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай тез дайын болатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: сары май, жұмыртқа, жылы сүт, қант және өздеріңіз қалауларыңыз бойынша шоколад қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сары майды қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Сосын жылы сүтімізді құямыз. Ал ендігі кезекте ұнымызға қопсытқышты қосып, екеуін араластырып алып, еліктен өткізіп отырып қамыр жасаймыз. Жұмсақ қамыр жасайсыздар. Міне бізде достар осындай қамыр шықты. Ал ендігі кезекте қамырымызға шоколадымызды турап, бетіне салып, оны да жақсылап араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколад сепсеңіздер болады. Мен үйдегі бар конфет шоколадтан, Чио Рио деген шоколадтан алып турап кестім. Менде шоколад аз болып қалды, сондықтан үстіне тағы да шоколадты турап, оны да араластырып аламын. Видеода көрсетілгендей қамырдың үстіне салып, жақсылап араластырасыздар. Бірақ шоколад міндетті емес. Ештеңе салмай қойсаңыздар да болады. Ал міне біздің печеньеміздің қамыры дайын болды. Енді оған кішкене ғана майды, сұйық майды қосып, қолымызға жабыспау үшін сұйық майды қосып араластырып, аз-аздан үзіп кішкенеден алып, домалақтап противеньге жайғастырамыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді оның үстінен басып шығасыздар. Арасын қатты жақын қылмаңыздар, өйткені піскен соң бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ал енді оны қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Міне достар, біздің печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез жасалады, әрі дәмді болып шығады. Осы печеньені менің рецептім бойынша жасап, балаларыңызды қуантыңыздар.